Неге менің иығым ауырып тұр? Бұл менің клиникамда ең жиі қойылатын сұрақ. Иықтағы ауырсынудың ең жиі кездесетін себебі ротаторлық манжетінің жарақаты. Бұл біреу құлап, иығын жарақаттағанда немесе иыққа ауыр келетін әрекеттермен айналысатын адамдарда, мысалы, жаттығу залы, жүзу немесе крикет сияқты. Екінші ең жиі кездесетін себеп қатып қалған иық. Бұл қант диабетімен ауыратындарда және қалқанша безі проблемалары бар науқастарда жиі кездеседі. Бұл иықтағы ауырсынудың күшеюін және қаттылықтың артуын қамтиды. Бұл олардың күнделікті әрекеттерін шектейді. Үшінші ең жиі кездесетін себеп артрит. Бұл көбінесе егде жастағы адамдарда кездеседі. Түнде оятып, күнделікті өмірдегі әрекеттерін, мысалы, душ қабылдау немесе түймелерді ағыту және түймелеу, сондай-ақ дәретхананы пайдалану сияқты шектейді. Үшінші ең жиі кездесетін себеп тұрақсыздық. Тұрақсыздық спорттық іс-шараларға қатысатын адамдарға өте тән, және бұл үшін тиімді емдеу әдістері бар. Сондықтан бұл мәселе бойынша иық маманымен кеңесіңіз. Көп рахмет.